Ел тыныштығы үшін ең жылдам арғымақ жылқысын ең сұлу жарым берген ғұн империясының билеушісі Мөде Шанью Қытай елшісі ендігі бір уыс жер сұрағанда сәйгүлік те әйел де табылады. Бірақ жер мемлекеттің тұтқасы, оны беруге болмайды деп Қытайға қарсы жорыққа аттанады. Қазақ халқына ұлан байтақ жерді сақтап қалу еш уақытта оңай шаруа болмаған. Қалмағайып аласапыран кезеңінде шекараны қорғап, еліне ес болған тұлға жайлы не білеміз? Қазақстанда кеңес үкіметі билік жүргізген кезде халық ашаршылыққа ұшырап, тіл тапталып, зиялылар қудаланғаны белгілі. Дегенмен, кеңес үкіметіне қызмет атқара отырып, елдің қамын бірінші орынға қойған азаматтар бар. Оның бірі 1915 жылы 20 наурызда Ақмола облысының Тынагүл ауылында дүниеге келген Ахметұлы Жұмабек Ташенов. Бала кезінен мал бағып өскен Жұмабек қиыншылықтан тайынбай 15 жасынан үйінен кетіп, білім алу үшін қалаға жаяу аттанған. Ал 17 жасында Ақмола құрылыс техникумын бітіріп, партия жұмысына белсене кірісті. Осыдан бастап мансапты сатыда тек жоғарыға ұмтылды. Ақмола облысының Вишнев, Қарағанды облысының Нұра, Солтүстік Қазақстан облысының Советтік және Бейнетқор аудандарының атқару комитетінің хатшысы, Солтүстік Қазақстан облысының жер бөлімінің бастығының орынбасары, кейін Солтүстік Қазақстан облысының партия комитетінің хатшысының орынбасары қызметіне дейін көтерілді. Мансабымен қатар беделінің жоғары болғанын Никита Сергеевич Хрущев бастаған делегациясымен Қытай Халық Республикасының басшысы Мао Цзэдунмен кездесуге барған арқылы көруге болады. Нәтижесінде 1960 жылы Қазақ КСР-ның министрлер кеңесінің төрағасы болып тағайындалады. Дегенмен, басқа кеңес шенеуніктерінің басты айырмашылығы бұл емес. Өз ісінің дұрыс екенін білгенде ештеңеден тайынбай соңына дейін баруы. Тың игеру жылдары Солтүстік Қазақстанның 5 облыстық газеті жабылып, қазақ тілді басылымдардың басына жойылу қаупі төнген болатын. Қазақстан Компартиясының Қазақ әдебиеті газетінің жабылуына арналған отырыста шашал десе басылатын, жағымпаздар жарыса жамырап, барлық қазақ тілінде шығарылатын газеттерді жауып, аударма басылымдарына айналдыру қажет деп атайды. Тіпті социалист Қазақстанның бас редакторы Шәріпов өзінің бұл бастамаларға қолдау көрсететінін атағанда, сол жиында отырған Жұмабек Ташенов ашуланып, социалистік Қазақстанды ашқан сен емессің, жабатын да сен емессің деп, ұлт тіліндегі газеттердің жабылуының негізсіздігін нақты мысалдармен дәлелдеп, қазақ газеттерін солақай саясаттың сойылынан сақтап қалды. Әдетте негізгі шешімдердің барлығы Мәскеуде қабылданып, жергілікті үкімет соны тек орындап қана қоятын. Бұған Жұмабек Ахметовичтің өз көзқарасы болды. Леонид Ильич Брежнев Алматыға келіп, Қазақстан Компартиясының бюросын өткізіп, онда орталық комитетінің бірінші хатшысы ретінде Яковлевті, ал екінші хатшысы ретінде Журинді ұсынады. Бұған бюро мүшелері Қонаев, Бейсебаев және Кәріпжановтар келісім білдіргенде үндемей тынжырып отырады. Бюро мәжілісі енді жабылатын сәтте ешкімнің қарсылық айтпайтынын түсініп, Жұмабек Ташенов сөз алып, облыстық аудандық кадрларға еш сенім жоқ, жергілікті кадрларға Мәскеу менсінбеушілікпен қарайды. Партия билігінің қызметкерлеріне ұлттық өкілдерді жібермеу дәстүрге айнала бастады деп айтады. Аталған сөздер қатаң сынға алынғанымен жоғары жаққа әсер етіп, бір жылға жетпей Ташенов ұсынған Кәріпжанов екінші хатшысы болып, ал тағы бір жылдан соң бірінші хатшысы болып Дінмұхамед Қонаев тағайындалады. Кадрлар мәселесі бойынша Брежневтің алдында болған Хрущевпен де келіспей, Никита Сергеевич Жұмабекті ұлтшыл деп айыптаған. Дегенмен, Хрущев пен Ташеновтың қақтығысы бұл мәселемен шектелмей, жеке тіреске дейін барды. 2014 жылы әлемді шулатқан тарихи оқиға ол Қырымның Ресейге қосылуы болды. Осы және де басқа себептермен Ресейге санкциялар жарияланып, әлемдік G8 клубынан шығарылады. Дәл осы Қырымды 1954 жылы Украинаға берген Никита Хрущев. Ол бұл территорияға ауысыммен шектелгісі келмей, өз назарын алып ауқымды Қазақстанға да аударған. Ең алдымен Өзбек ССР-ның бірінші хатшысы Мұхиддинов Бостандық ауданына көз салып, негізгі жол тек Ташкент арқылы жүреді. Онда мақта өсіреміз деген сылтаулармен ол жерлерді өздеріне сұрап, Мәскеуге хат жібереді. Оған Қазақстан орталық комитеті арнайы комиссия құрып, ол комиссиясының төрағасы болып Жұмабек Ташенов сайланады. Үкіметтің сол кездегі негізгі саясатына қарсы шығуға қорықпай, комиссия мүшелері бұл өтініш негізсіз деген шешім шығарады. Одан соң 60 жылдардың басында Қазақстанның үлкен 5 облысы Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Көкшетау, Ақмола, Павлодар кірген тың өлкелерін тікелей орталыққа бағындырып, қазақ жерлердің тұтастығына Никита Сергеевич жеке қатер төндірген болатын. Біріккен ұлттар ұйымында үстелді аяқ киіммен ұрып, әлемге өзінің мәдениетсіздігімен және қырсықтығымен белгілі Хрущев жер мәселесі жайлы Қонаев пен облыс басшыларынан келісім алған соң, Қазақ КСР-ның министрлер кеңесінің төрағасы Ташеновқа жолығады. Жұмабек: мен өзім Ақмолада туып өстім. Менің ата-анам, ата-бабамның жаны осы жерде жай тапқан. Бұны талқылаудың өзіне түбегейлі қарсымын дейді. Бұған ашуланған Хрущев
ксро бір тұтас мемлекет, республикаларға қандай территорияларды беру керектігін сізден сұрамай-ақ шешеміз дегеніне, ондай болатын болса, әр республикасының тұтастығы жазылған ксро конституциясын өзгертіңіз. Егер құқықтарымыз бұзылатын болса, біз халықаралық ұйымдардың араласуын сұраймыз деп, лауазымды қызметіндегі соңғы, бәлкім ең маңызды тойтарысын береді. Міне, 1991 жылы Қазақстан Республикасының асыға күткен тәуелсіздігін алғанда, жеріміздің тұтастай қайтарылуының басты себепкері Жұмабек Тәшеновтың еңбегі. Осыдан кейін бұл қызметте ұзақ болмайтын анық болып, сол баяғы ұлтшылдық пен бөгде ойлы адам деген айып тағылып, Хрущевтің нұсқауымен Оңтүстік Қазақстан облысының атқару комитетінің төрағасының орынбасары қызметіне дейін төмендетілді. Бұл қызметінде Жұмабек Ахметович зейнетке шыққанға дейін атқарды. Әрі ісін абыроймен атқарған Тәшеновтың бұдан да бөлек 37 жылы репрессияланған қазақ зиялыларын ақтауға араласқанын, Алматыда Абай Құнанбаевтың ескерткішін орнатқанын, ғылым мен өнер адамдарына әрдайым қолдау көрсеткенін атамауға болмайды. Сонымен, Жұмабек Тәшеновтың еңбектері бізді өз құндылықтарымыз үшін ештеңеден, ешкімнен тайынбауға, қандай билік болмасын, қандай заман болмасын, өткір тіл мен біліктіліктің арқасында өз заңды құқықтарын қорғауға болатынын үйретеді. Ал бұл видеодан сіз не түйдіңіз? Өз пікіріңізбен комментарийда бөлісіңіз.